Сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздерге кофені қалай жасайтынымды көрсетемін. Ол неге пайдалы, оның қандай ережелері бар, соның барлығын көрсетемін. Кофені дұрыстап ішу керек, ішсеңіздер, ол пайдалы. Дозасынан көтермесеңіздер, ол өте пайдалы. Пайдасы ол біздің миымыздың осылай жақсы жұмыс істеуіне алып келеді, когнитивный ерекшеліктерімізді кішкене көтереді, және де біздің майлы бауырымыз, бізде майлы бауыр болса, соның майын жәмендеп ыдыратуға, өттің істеуін жақсартуға көмектеседі екен. Бірақ егер де сіздерде жүрек аурулары болатын болса, аритмия болатын болса, оны ішуге болмайды. Өйткені кофе, ол кофеині бар, ішінде ол жүректі тез қақтырып жібереді, адреналинді шығарып жібереді. Кішкене ғана енді дұрыс дозировкамен кортизолды да көбейтеді, но ол адамның жаңағы реакциясын ұйқысынан тұрғызу үшін дейді ғой кофе. Соны деген көтерген кезде сондай кішкене адреналин мен кішкене кортизолды ғана көбейтеді, но это ничего страшного. Өйткені бізге азанда тұрғызатын, көзімізді ашқызатын сондай бір керемет нәрсе ол кофе. Кофені біз үйде бір кружкадан артық ішпейміз, азанда ішеміз. Қазір жолдасым екеуміз дұрыс тамақтануға отырып жатырмыз. Жаңағы арықтап жатырмыз, соған деген біз азанда кофе ішпесек, ол бір күніміз бір түрлі өткен сияқты болады. Кофе машина біз әлі сатып алған жоқпыз. Но знаете что, біздің кофеге деген махаббатымыз бар ғой, кофе машинаны бізге сатып алдыратын сияқты артық ақша пайда болғанда. Ал әзірше мен кофені мынандай туркада істеймін. Білмеймін неге бұған істейтінін, білмеймін. Жарайды, осыған істей беремін. Әйтпесе мен ойымша любой бір жаңағындай неге пісіре беруге болады. Сонымен қазір мен сіздерге бірінші ережелерін айтып кетейін. Кофені ішпес бұрын не істеу керек екен? Кофе бар ғой, вообще-то біз мысалы ұйықтаған кезде біздің демімізбен, жаңағы су мөлшері біздің кішкене төмендейді. Біз азында тұрған кезде кішкене шөлдеп тұрамыз ғой, біздің организміміз суды қажет етеді. Ал сіздер енді бас салып, азанда тұра салып, бірінші ішкеніңіз кофе болса, ол тіпті судың мөлшері жаңағы ағзамызда одан ары төмендеп кетеді. Сондықтан да кофе ішпес бұрын азанда мынандай жылы су ішесіздер. Ол деген енді мысалы мен кружкамен ішемін, кофені толтырып. Сіздер осы кружкамен 1-2 кесе жылы су ішіп қойсаңыздар, ол баланстарыңызды, сұйықтық баланстарыңызды нормаға келтіресіздер. А сосын уже кофені іше беруге болады. Мен қазір мынандай кофені, бізде мынау енді пісіретін кофені алу керек, достар. Растворимый, 3 в 1 деген оның барлығы болмайды. Егер де сіздер нормальный кофе ішкілеріңіз келсе, жаңағындай жақсы әсерлер береді. Ол кезде жаңағын пісіретін кофе сатып алыңыздар. Турка сатып аласаңыздар, то сіздерге ұзақ уақытқа кетеді. Мен сіздерге қазір қазақша кофені жасап көрсетемін. Мен де мына жерде как раз азанға сүттерімізді қайнатып қойдық, 3-4 литр сүтімізді. Сіздерге осылай көрсетемін. Біз қалай ішетімізді көрсетемін, окей? Давайте камераны бұрайық. Ол үшін маған турка және кофе керек болады. Менде мына жерде жаки, өйткені алдыңға озоннан заказ берген күшті кофеларын бітіп қалды, және сосын мына жаки да жақсы екен, в принципе. Біз бұның уже 3-ші түрі итальяносын ішіп көрдік, по-восточным ішіп көрдік. Маған итальянос ұнады. Мына да жақсы екен. По-восточным маған қатты ұнаған жоқ, шынымды айтсам. Және де енді міне мынау су құйдым, туркаға су құйдым. Біз жолдасым екеуміз ішеміз, осыны жартысын ол ішеді, жартысын мен ішемін. Бұл турецкий кофе емес, кішкентай мынандай кеселерге құйып ішетін крепкий кофе емес, біз қазақша жасаймыз. Мұсан екеуміз ішетін болған соң, мен деген бұған 2 толған қасық кофе саламын. Мына жерде енді 3 қасық салайын. Өткені кішкене енді крепкилау болу керек қой, кофе деген дұрыс па? Өткені біз бұның тек қана кофе ішпейміз, біз бұны сумен, сүтпен араластырып ішеміз, достар. Енді осы кофені біз газға қойып қайнатамыз. Бірақ қайнатқан кезде қасында тұру керек. Міне, менде қайнамаған салқын суға жаңағындай қайнатып жатырмын. Енді астын кішкене қаттырақ қойып қайнатып жатырмын. Бірақ қарап тұрсыздар. Өткені бұл қайнаған кезінде осылай атылып сыртынан шығып кетеді, көтеріліп. Не содан қарап тұру керек, қадағалап. Достар, қараңыздар, біздің кофеміз міне жәймендеп көтеріліп келе жатыр, мына көбігі. Осы жерде қарап тұрамыз. Осы моментті упускать етпейміз. Міне көріп тұрсыздар ма? Міне көтерейін деп жатқан кезде үстіге ғана кішкене көтереміз. Кішкене басылды, қайттан қоямыз. Қазір қайтадан көтерілейін деп жатқан кезде міне көрдіңіздер ме, қайттан көтерейін деп жатыр, екінші рет. Қайттан көтереміз кішкене, былай. Түсті,
Енді міне тағы бір рет. Вот, міне, все. Кофе дайын, газды өшіреміз. Енді қараңыздар да, кофені түріктер енді былай осылай үстінде пенкасы болу керек та, сөйтіп ішеді екен. Кішкентай жарты, біздің жарты кеседей бір кружкалар болады, кофеге арналған. Соған құйып ішеді осылай. И осыны осылай қою қылып ішеді екен, достар. Біз олай ішпейміз. Мен мысалы қараңыздар, мен мынаны кружканы жартылай толтырдым. Менің кружкам бір жоқ, Мұсаның кружкасы. Жартылай құйдым. Менде кішкене всегда кофе қалып қалады. Кейде іше салам. Так, и менде мына жерде қараңыздар не бар? Сүт бар. Міне қайнап жатқан асты сүт бар, я. Осындай ыстық сүтті аламын да мен. Мына кофенің үстіне құямын. Сүтпен толтырамын кофе. Ыстық болу керек барлығы. Қазір мен сіздерге сосын арықтау фишкасын да көрсетемін. Біреу, міне, екеу. Міне, сүтті толтырдым. Енді достар, қараңыздар да, арықтау үшін бізге андай май сал керек. Менде мына жерде қараңыздар, үлкен бір қасықпен май. Мен осыны сала салам. Міне достар, біздің кофеміз дайын. Мұсан бұның ішіне тағы да не қосады? Тұз қосады, қара бұрыш қосады. Енді соны біз қазақша кофе деп артын қойып қойғанбыз. Өйткені біз шайды тұзбен ішеміз. Ал мен өзіме қоспаймын олай. Достар, міне қарап тұрсаңыздар, осы арықтауға көмектесетін ең бірінші рецепт. Бұның қасына ешқандай тәтті еш нәрсе қоспау керек. Тек қана осыны ішесіздер де 4 сағат бойы қарныңыз ашпай жүреді. Қосқоймаңыз қасына бір нәрсінде нан дейтін еш нәрсе жемеңіздер бұның қасына. Бұның қасына кішкене бір-екі жұмыртқаны пісіріп немесе қуырып жесеңіздер болады. Егер де сіздерде қарындарыңыз қатты ашып тұрса, сол бір-екі жұмыртқаны ғана қоссаңыздар болады. Болды. Ешқандай басқа нәрсе қоспайсыздар, достар. Содан сіздер 4 немесе 5 сағат бойы қарындарыңыз ашпайды. Сосын әрине сіздердің сүттеріңіздің дәміне де қарайды кофе. Бізде мысалы ешкі сүтті, оның дәмі өте керемет. Сондай дәмді, және де мына майдың өзі бізде ешкінікі. Алдыңғы видеода көрсеттік, біз ауылдан распаковка жасағанбыз, сол жақтан көрсеңіздер болады, объемдарын біздің ешкі сүтін алған.